Freedom QG Liga 2024 маусымы шынымен де есте қаларлықтай болды десек, артық айтқанымыз емес. Екінші жыл қатарынан чемпион атанған Қайрат UEFA Жасөспірімдер лигасының ұлттық чемпиондар жолында ел намысын қорғау керек еді. Алайда биыл ел футболында біраз қуантарлық жаңалықтар орын алды. Қайраттың негізгі командасы чемпиондар лигасының жалпы кезеңіне шықты. Бұл тарихи жетістік Қазақстанға бірден қос клубта Жасөспірімдер лигасына шығару мүмкіндігін берді. Екінші жолдама өткен маусымдағы Freedom QG лигасының күміс жүлдегері шымкенттік Ордабасыға бұйырды. Енді осы Абдухалик Бурибаев баптаған команданың күміс медальға қалай жеткенін еске түсірейік. Бұл шынында да драмаға толы қызық оқиға болды. Маусым басында шымкенттіктерге сенім білдіргендердің қарасы көп болмады. 2024 жылғы маусым алдында жүлде үшін таласта бірнеше фаворит аталды. Десе де олардың қатарында Ордабасы болған емес. Оның үстінде алғашқы 6 турда шымкенттіктер небәрі 9 ұпай жинап үлгерді. Ауыр түскен сәттер қатарында Қайраттан 0-7 есебімен ұтылған ойын еді. Алайда команда рухын түсірмей күресті жалғастыра білді. Керісінше, екінші айналымда Шымкентте өткен ойында Ордабасы чемпионмен 3-3 есебімен тең түсіп матчтың қаһарманы Бақдәулет Нұралы хет-трик жасап жанкүйерлерге қуаныш сыйлады. Қайрат алтынды мерзімінен бұрын ресми түрде иеленгенімен күміс пен қола үшін тартыс соңғы турға дейін жалғасты. Ордабасы шешуші кезеңді мінсіз өткізіп, 6 турда 6 жеңіске қол жеткізді. Басты қарсыластары Тараз, Тобылмен өткен ойындарда ұпай жоғалтты. Нәтижесінде маусым басында көпшілік менсінбеген команда күміс жүлде иегері атанды. Бұл жетістіктің өз қаһарманы бар. Бақдәулет Нұралы турнирдің ең үздік сұрмергені. 22 ойында 22 гол. Жасұлан Әмір қорғаныстың тірегі әрі шабуылға да үлес қосқан әмбеба бойынша 6 гол, 4 нәтижелі пас. Олардың ойыны елеусіз қалған жоқ. Қос футболшы Бразилияның Ботафого клубында 2 апта оқу жаттығу жиынын өтіп, елге оралған соң Қазақстан премьер лигасында негізгі командаға шақырылып жүр. Енді бұл жігіттер жалпы толықтай Ордабасы ұжымы халықаралық деңгейде Жасөспірімдер лигасында ел намысын қорғайтын болады. Алғашқы қарсыласы да анықталды. Ол Минскілік Динамо. Қазақстанның қос өкіліне сәттілік тілейміз. Жаңа жеңістер еліміздің атын Еуропада одан әрі асқақтата түссін.